Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол үшін де тазавважул вадудал валуд деді. Яғни күйеуін қатты жақсы көретін және көп бала туатын әйелдерге үйленіңдер. Яғни мысалы сіз оның анасына қарайсыз, оның қанша бала шағасы бар, мысалы оның дене бітімі, қазіргі кезде өкінішке орай бізге сұлулықтың да стандартын белгілі бір жақтан әкеп басымызға қойып берді. Мысалы бағанағы әлемдік параметр 90-60-90. Кім қойып берді оны? Кімнің ол қойып берген өлшемі? Кім айтты тура сол сұлулық деп? Ал бұрынғы кезде негізінде қарап отыратын болсақ, тарихта қазіргі кездегідей арық, ондай әйелдерге қатты қызықпайтын болған. Неге? Өйткені ол әйел көп бала тууға бейім емес. Көп бала тууға бейім әйелдің өзінің бағанағы стандарты бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге соны айтып жатыр. Яғни үйленуден де негізгі мақсаттың бірі бала сүю. Ондай стандарттағы әйел мысалы бала көп тууға бейім емес. Сөйтіп ертең сіз бір баламен, екі баламен шектеліп қаласыз.